Бердібек Соқпақбаев, балалық шаққа саяхат, Қостөбе, застап, шекара. Қазақстан картасынан Алматыны көзіңізді жұмып тұрып тауып алатыңызға мен дауласпаймын. Астанаға дәл барып тірелген саусағыңызды енді тау сілемі мен шығысқа қарай сырғытыңыз. Тоқтаңыз. Мен әңгіме етіп отырған үркердей шағын ауыл Қостөбе. Міне осы арада шекараның дәл түбінде. Менің Қостөбем, менің текесім. Әне бір көкшіл жіптей тартылған жіңішке өзенді көрдіңіз бе? Текес сол, белгілі Іле өзенінің басы. Қостөбеде негізінен құрмандар тұрады. Құрманның Киікбай, Найза деп аталатын екі руы. Біз найзамыз, дұрысы бес найза. Бес найза екіге бөлінеді. Бейназақ, жолыш. Біз жолышпыз. Бес найзалар ежелден жауынгер ұры ел болған. Рудың бес найза атануы да тегін емес. Бір үйдің шаңырағынан сорайған бес найзаның ұшы шығып тұрыпты. Содан бес найза атаныпты деген сөз бар. Текестің күнгей шығыс бетінде біреуіне біреуі жалғаса біткен екі қырат төбе тұр. Қостөбе деген сөз содан шыққан. Қостөбенің тап іргесінен шекара күзететін қалашық застава орнады. Қазақтар застап дейді. Конфискациялау кезінде шекарадан ауа қашқан байлардың қора жайлары иесіз қалған. Соларды жамап жасқап жөндеді де солдаттарға мекен жай етті. Шекарашылардың көбі орыстар, қазақша білмейді. Бірлі жарым қазақ солдаттар бар, аудармашылық жасайды. Украин, Беларусь дейтінде ұлттар барын қараңғы халық біле қоймайды. Түсі сарының бәрін орыс деп қарайды. Ту сонау Украинадан, ішкі Россиядан әкелінген басқа орта, басқа жағдайда өскен өрімдей жас солдаттар мұндағы тіршілікке бір дегеннен бейімделе кетпейді. Елге де жерге де жұғымдары аз. Таулы аймақта жөн тауып жүріп тұрудың өзі олар үшін әуелі кезде оңайға түспейді. Сондықтан солдаттар шекараға нарядқа барып қайтқанда адаспас үшін олар жүретін соқпақ жолдарының бойына сырғауыл ағаштар қадап, ол бастарына сыпырғы тәріздендіріп қойған.